Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен восточный пирогтың рецептісімен бөлісемін. Бұл пирогты біз отбасымызбен жақсы көреміз. Восточная корзина немесе восточная сладость деп те атайды. Туралғанынан ақ көрініп тұр, өте жұмсақ, нәзік, дәмді пирогтардың бірі. Рецептісін міндетті түрде описанияға қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізге қажет ингредиенттер: қамырына ұн, сары май, қант, 20% қаймақ және де қопсытқыш пен 2 жұмыртқа қажет. Бізге салмасына курага қажет, грек жаңғағы қажет. Осылай барлығын ұсақтау қылып турап аламыз. Чернослив немесе мейіз қажет және де бал қажет. Ең алдымен жұмыртқаның сары уызын ақ уызынан бөлек ажыратып аламыз. Енді ақ уызды холодильникке сала тұрамыз. Ал сары уыздың үстіне біз жаңағы қанттың жартысын қосамыз. Одан кейін қаймақты қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді осындай бір ыдыс аламыз, оған ұнды саламыз. Одан кейін бөлме температурасындағы сары майды саламыз да, екеуін біріктіріп ұнтақ жасаймыз. ұн мен майдан осындай ұнтақ жасаймыз. Енді оның үстіне қопсытқыш саламыз. Осылай қолмен бір араластырып алып, енді жаңағы дайындап қойған смесімізді құямыз. Енді барлығын біріктіріп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз тура осындай жұмсақ болу керек. Енді салафанға салып 10 минутқа холодильникке қоямыз. Бір ыдысқа жаңағы жұмыртқаның ақ уызын салып аламыз және де миксермен көпіртіп миксерлейміз. Ақ уызымыз осылай көпіре бастаған кезде үстінен аздап қант қосып отырып миксерлейміз. Міне ақ уызымыз дайын болды, тура осылай көпіру керек. Ақ уыздың дайын болғанын осылай төңкеріп те тексеруге болады. Енді осы ақ уыздың үстіне 2 ас қасық бал қосып тағы да миксерлейміз. Егер де балдарыңыз сұйық болса, онда миксерлеудің қажеті жоқ, бірден қоса беруге болады. Менде мұнда қою бал болғандықтан сәл ғана миксермен араластырып жіберемін. Енді осы начинкамыздың ішіне туралған курагамызды саламыз, мейізді саламыз және де грек жаңғақтарын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді мен осындай домалақ формаға жасайтын боламын. Холодильниктен қамырымызды аламыз, сәл ұндап алып, домалақ қылып жаямыз. Қамырымызды осылай қатты жұқа қылмай, сәл қалыңдау қылып жаямыз және де формамызға салып, шешетін тегістейміз.
Шетіндегі артық қамырларды осылай алып тастаймыз және де бірдей қылып тегістейміз. Енді осы қамырдың ішіне жаңағы начинкамызды саламыз. Енді осылай тегістеп барлық жеріне жайып шығамыз. Енді жаңағы артылып қалған қамырды сәл ғана ұндап аламыз да оқтаумен жаямыз. Тура осылай жұқалау қылып жайып аламыз. Одан кейін осындай арнайы кескіштермен немесе пышақпен тура видеодағыдай кесеміз. Кескен қамырларды пирогтың бетіне осылай әдемілеп қойып шығамыз. Тура осы видеодағыдай қойып шығамыз және де бетіне жұмыртқа жағамыз. Енді пирогымызды духовкада 180 градуста мөлшермен 30 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Міне менің өте дәмді пирогым дайын болды. Сіздермен болған Айгерім. Егер де рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар.